Сәлем, әдемі блогыма қош келдің. Дубайда оқитын студенттің бір күн көрсететін боламын. Қайырлы таң, қазір сағат таңғы 7. Мынандай көріністі қараңыздаршы, қандай әдемі. Просто вау. Өзім 2 ай тұрғанмен осы квартирада сағат таңғы 7-де бірінші рет шығып тұрмын. Бүгінгі план менде ол универ, экзамен, және достармен кездесу и, может быть, шопинг. Посмотрим. Кеттік. Бүгінгі таңғы асым тартин с лососем. У менде лосось, салат, помидор черри, огурцы және нан. Өзіме какао жасап алдым. Смотрите, какая красота. Бүгінгі менің аутфитім қандай ұзын қара көйлек. Қазір киіп көрсетемін. Мен көйлек кимеймін деп шештім. Себебі бізде бүгін сабақ сағат 9-дан 5-ке дейін болады, бір пара. Сол себепті ыңғайлы киім киемін деп шештім. Футболка темно-синего цвета такой. И джинсы. Я переоделась. Футболка, джинсы. Қазір енді осы аутфитті кішкене украшениемен әдемілейтін боламыз. Осындай мойыншақ бар, шаңырақ ретінде жасалған. Немесе мен мына мойыншақты қалдырамын деп шештім. Енді сақина и браслет. Бұл мойыншақ пен браслетті туған күніме подругаларым сыйлаған болатын. Қалай сыйлады, сол күннен бастап әлі киіп жүрмін. Сақина ретінде мынандай, тоже Сваровски. Я обожаю Сваровски просто. 1-2 күн бұрын өзіме осындай сақиналар алған болатынмын. Қазір киіп көреміз. Кстати, Дубайда салон өте қымбат. Сол себепті мен қазір маникюрсыз және педикюрсыз жүрмін. Зато ол ақшаға мен басқа нәрсе алдым. Өзіммен iPad, 2 скетчбук, вентилятор обязательно, крем для рук, духи, карт-холдер, салфетки, айна и очки аламын. Бүгін мен Dolce & Gabbana парфюмін себетін боламын. Точно готова. Универдің қасындағы кафеге келдім, кофе алуға. Кафенің іші осындай. Универдің жанында орналасқан үшін осындай оқуға арналған студенттер өте көп. Hello, can I have a cappuccino with caramel syrup? Thank you. Біздің 4-ші этаж. 4-ші этажда тек қана архитектура және дизайн сабағында оқитын студенттер ғана оқиды. Және де бұл біздің проекттер. Менде сабақ бітті. Қазір сағат 5. Өзімен кола мен сэндвич алдым. Қазір үйге трамваймен қайтатын боламын. Мен өз образын толық түсіруге ұмытып кетіппін. Все, үйге келдім. Қазір экзаменге дайындаламын және де экзамен тапсырамын. Представляете, бүгін мен өзімнің влогымды жүргізіп жатқаным есімнен шығып кетті. Экзамен тапсырдым. Кішкене демалып алдым да, енді қазір пробежкаға шықтым. Мен уже 3 километрді
Жүгіріп тастадым, мен тағы да 3 километр қалды. Кешкі Дубай Марина. Вообще супер красота. Осымен бүгінгі күнім аяқталды.